Сәлем достар, қалайсыңдар? Бізде бүгін демалыс, е? Тоқта тұршы, Адема? Неге тысырлап атыр бір жерлер? Папаларың жұмысқа кетіп қалған еді ғой? Кім ол тасырлатып атқан? Адема сен ба? Жоқ. Менде ішінен жоқ қойшы. Жібек па? Жібек не жақта жүр ғой? Мен ішінен оқырамын. Онда сен көршілер шығар? Соны айтамын да. Көршілер. Мына игрушка өзінен өзі құлады ма? Или Адема сендер ойнап атсыңдар ма? Жоқ, ойнап отырған жоқпыз. Жібек те ол сияқты. Біздің үйде біреу бар ма деймін я? Ойбай, ана жаққа баруға қорқып қалдық қой, кім екен? Өзінен өзі есіктер ашылады. Мен көріп келейінші кім бар екен. Ешкім жоқ қой мына жақта. Сығыр, енді не істейміз? Адема сен ойнап атқан жоқсың ғой, а? Көрекші іздеп тағы бір нәрселер бар шығар мына жерлерде. Мансұр, мына шкафтардың бәрін ашыңдаршы, бір нәрсе бар шығар, олар кім екенін білетін. Дәптер тастап кетіп ма? Берші маған не дәптер екенін көрейінші. Қан оқып көрейінші. Менің кім екенімді білгілерің келсе, менің тапсырмамды орындаңдар депті. Так, қандай тапсырма екен? Білгіміз кеп тұр ғой, кім екен? Үйде жоқ, я, Мансұр, я? Я ішінен жоқ қойған. Так, көріпкендерші бар. Мансұр, Адема, мына жерге бір сумка тастап кеттім дейді. Сол сумканың ішінде не зат бар екенін табуларын керек дейді. Кәні? Бірақ оған шартым бар дейді. Қандай шарт екен білесіңдер ма дейді. Көздері жұмулы болу керек. Байлап қоюларың керек екен сендердің көздеріңді. Давайте тез көздерін байлап қояйын. Адема, дайынсыңдар ма? Так, сумкада не бар екен дұрыстарыңдар ма? Адема, ол не? Мансұр, сенде не ол? Мандарин. Мандарин емес, ол лимон негізі. Мансұр. Мандарин. Так, келесі затты дұрысталыңдар, давайте. Не ол, Адема? Мен де мойынға тағадым. Мойынға тағатын моншақ па? Мансұр, мынау не? Пульт? Біліп қойдыңдар ма сразу не екенін? Значит, бұл заттың бәрі үйдегі заттар, я? Біздің үйдің заттары. Бұл жерге тығып қойған адам, ол значит үйдегі адам. Бірақ папаң жұмыста, сонда кім болды екен, а? Аша беріңдер көздеріңді. Біз шартымызды орындадық, бізді естіп тұрсаң. Біз екінші шартымызды орындаймыз, жарайды ма? Так, екінші шартым дейді. Менің, так, екінші шартым қатып қаласыңдар дейді. Так, сонда қалай? Кім ұзақ қатады, сол кезде мен шығамын дейді. Сор, Адема, дайынбыз ба? Қатып қаламыз, қан? 1, 2, 3. Кім ұзақ қатады екен, қан көрейік? Молодец, Мансұр. Адема вообще молодец. Адем қат қапты, я? Күлдірсе де күлмейді. Шын қытықтасақ та күлмейді бұлар. Өте жақсы ойнап жатыр. Молодцы. Жібек, сіз ше? Болды. Енді шығатын шығар, я, жаңағы тығылған адам, я? Біз 2 шартыңды да орындадық. Шығасыз ба? Біз барлық шарттарын орындадық қой, енді шықсында, я? Кім екен? Тез шығайықшы. Біз уже қорқамыз, әйтпесем, енді бүкіл шарттарыңды орындадық. Өтініш, кім болсаң да шықшы. Папалардың жұмыста. Басқа кім болуы мүмкін? Қазір көрекші.
Қазір бүкіл шартын орындадық қой. Бұл пранк, бұл мен. Біз қорқып кеттік қой. Бәсе үйге кім кіріп кетті екен деп. Я, Мансур Азима, я? Біз бүкіл шарттарды орындадық. Бәсияны сумканың ішінде тек біздің үйдің заттары екен. Точно үйдің адамдары деп ойладық, я? Бірақ Мансур мен Адема біз тықпадық дейді. Сонда кім болды екен деп отырмын. Жібек болса ойнап жүр жанымызда. Я? Балалар, сендерге біздің бүгінгі видеомыз ұнады ма? Ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться етеді. Подписать видео, умный. Всем пока!